Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ сосиска в тесте жасаймыз. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, өте қатты ыстық болмау керек, өте қатты салқын болмау керек. Және сары май. Сары майымыздың проценті 72,5 немесе 82,5%. Сары май болғаны жақсы. Дрожь, 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық қант саламыздар. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2 бөліп салсаңыздар да болады. Сол кезде түйіршіксіз, әдемі иленетін болады. Қолмен немесе мен сияқты силиконды лопаткамен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Осылай видеодағыдай жақсылап араластырып алыңыздар. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқақ болады. Үстіне осылай 2-3 ас қасық май салып, сұйық май салып, жақсылап илейміз. Үстіне пакетик немесе пищевой пленкамен жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып ашытып аламыз. Міне достар, біздің қамырымыз күшті ашыды. Осылай 2-3 есеге көтерілді. Мен осындай гурман сосискасын қолданамын. Қамырымызды бөлшектерге бөліп, осылай кішілеу етіп домалақтаймыз. Достар, міндетті түрде осылай домалақтаңыздар. Сол кезде біздің сосиска в тестеміз күшті көтеріледі және шикі болмайды. Осылай 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 10-15 минут өтті. Осы қамырларымызды жақсылап жайып, өте қатты жұқа етпей, өте қатты қалың етпей, дәл видеодағыдай жайып, үстіне сосискаларымызды қойып, орап шығамыз. Және пышақпен міндетті түрде осылай кесіп шығыңыздар, арасы өте жақсы піседі. Тағы үстін 5 минутқа 10 минутқа жауып қоямыз. Қызып тұрған майға сосиска в тестелерімізді салып, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сосиска в тестеміз дайын. Өте жұмсақ болды. Аралары күшті пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер.